Уақыт өткен сайын ана тіліміздің мәйегі кетіп барады. Бірақ біз ол жайлы ойлап бас қатырмайтын болдық. Біз өз ана тілімізде сөйлесек, бір-бірімізді түсінбейтін дәрежеге жеттік. Соған өзіміз тағы күлеміз. Өзгеге күлуге мүмкіндік береміз. Біз қазақша мультфильмдерді мүлдем көрмейміз. Оның бәрі іш пыстырады дейміз. Соның кесірінен өз батырларымызды емес, өзгені үлгі тұтамыз, әрі өзгенің тілінде. Өкінішке орай, біз осылайша ана тілімізден айырылып барамыз. Оның заңдылықтарын сақтамаймыз. Сөз тіркестері, жалғаулар дегенді мүлдем ұмыттық. Сол арқылы тіліміздің көркемділігі мен әуезділігін жоғалттық, ал қазақ тілі ежелден сұлу тіл емес пе еді? Бұлай жалғаса беруге болмайды. Өз тілімізге өзіміз ғана жанашырмыз. Соны ұмытпайық. Ана тіліміздегі сөздерді дұрыс пайдаланып, бір сөз болсын, бір-бірімізге хабарлама жазарда қатесі жазайықшы. Соны әдетке айналдырайық. Өз тіліміздің қожайыны өзіміз екенімізді дәлелдейік. Себебі бұл менің ана тілім. Тіліміздің болашағы латын қарпіне негізделген қазақ әліпбиінде. Сондықтан да біз, Қазақстанның жастары, латын әліпбиін қолдаймыз.